Дұрыс намаз оқып үйрен. Қазір намаздарыңызда егер қателіктер болса қарап алыңыздар и достарыңызға бөлісіңіздер. Бұл бізде Қазақстанда Абу Ханифа мазхабы бойынша рұқсат етілген. Дұрыс намаз оқу көп мешіттегі жамағаттар оны білмейді, үйретпейді себебі. Ата бабамыздан, әкемізден үйренген намазды оқып жүрміз бәріміз. Мойындау керек. Бұндай нәрсені ешкім барып мешітте отырып үйретпейді. Давай кеттік, бисмилла, ең бірінші бастаймыз. Бұл тек ер балдарға, қыздар бізге қосылып жүрмеңдер. Ең бірінші намаздың несі болады? Парыздары бар, ішкі және сыртқы. Оны бөліспейміз, біз тек намаз оқуды үйретеміз. Кеттік, такбир ал. Одан алдын сабыңды түзуле дұрыстап. Аяғын қыблаға қарап тұрсын, дәл осылай қарап тұрсын, екі жағы емес. Аллаху акбар. Аллаху акбар деші. Аллаху акбар. Қол былай қарап тұрсын, қыблаға. Мына қолдың іші қыблаға қарасын, міне осылай. Құлақтың мына жұмсақ жеріне тию керек. Көбісі бүйтеді да, Аллаху акбар дейді, ол қате мүлде. Былай ұстайды біреулер, жындылар ұқсап, индеистер ұқсап, бүйтіп ұстайды. Байла кетті, байла. Қате, үш саусақ былай міне. Мына саусақ былай байланады міне. Екі саусақ бүйтесің да, мына үш саусақ былай тұрады. Кіндік тұрады ғой? Мына кіндіктің дәл осы тұсында тұрады. Не астында емес, не үстінде емес, тұсында. Намазда тұрған кезде қай жерге қарайсың? Аяғыңның ұшына қарайсың ба, или сәждеге ме? Сәждеге. Вот дұрыс, сәжде жаққа қарайсың. Аха. Енді рукуға кел. Аллаху акбар. Қате. Мына қолың сырты да Каба жаққа қарайды осылай. Кішкене мына жерің ашиды енді. Ну негізі просто қиналудың керегі жоқ. Түп-түзу болып тұрмаса дәл осылай тұрса да болады. Главное сәжде жасайтын жерге осылай қарап тұру керек. Намаздың 4 ракатында болсын, саптың түзулігі, сосын аяқтар қыблаға қарап тұру керек. Қолдың ұшы, аяқтың ұшы, беті тек қыблаға қарау керек. Сосын тұрғаннан кейін тоже сол точкадан көзіңді алмайсың. Сәждеге баратын кезде былай аккуратно, әдемі барады. Міне қара, дәл осылай тұрып. Аллаху акбар. Болды. А былай болмайды. Былай болмайды. Ойбай, белім шешін. Ойбай. Ондай нәрсе болмайды. Сәждеге барған кезде 7 нәрсе мына жерге тиіп тұру керек. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ал бетте мұрын мен бет осылай тиіп тұру керек. Бүйтіп сүйсе отырмау керек жайнамазбен, бүйтіп. Сосын мынау арт бар ғой, мына қарасаң. Мына жер көрініп тұр ма? Иә. Әдемі ғой. Дәл осылай тұрған кезде арт жақты бар ғой? Арт жақты былай істемеу керек. Сосын қолды да былай мына барлығы жаттау керек. Мына қол былай ашық тұрады, осылай кетеді. Былай кетеді. Көрдің бе? Бүйтіп істемеу керек. Біреулер жарғанат құсап бүйтіп істейді ғой, екінші адамға не. Ол тоже дұрыс емес. Қасындағы адамға не комфортно. Нәпіл намаз болса смело оқисың ғой. Сәждеге тұрған кезде де аяқтарыңыз осылай құблаға қарап тұру керек. Бармақтар көбісі солай тұрады. Өлі бүйтіп тұрады. Бармақтарыңыз да сәждеге қарап тұру керек. Сосын аттахиятқа отырған кезде аяқ осылай тұрады міне. Дәл осылай. Бұлай істелінбейді негізі. Қарап. Ашхаду ан ла илаха иллаллаху. Болды, түсіресің. Қолын қайтадан былай осылай қоясың. Или былай қоясың. Бұл парыз емес. Міндетті емес. Істесең сауап аласың, істемесең күнә жоқ. Сосын сәлем берген кезде бүйтіп емес, мына жаққа тигізу деген нәрсе жоқ. Сәлем берген кезде мынандай әдебі бар өзінің. Міне. Ассаламу алейкум рахматуллах. Мына жаққа кетті. Міне. Ассаламу алейкум рахматуллах. Міне. Дәл осы жаққа келді. Сосын былай не қылмау керек. Бүйтіп оқитындар бар ғой. Олай да керек емес. Бұл Абу Ханифа мазхабы бойынша намаз оқу үлгісі ғой. Негізі көп жерде айтпайды сендерге, мына видеоны сол үшін сақталыңдар. Видео пайдалы болса достарына бөлісіңдер, қателерін түзесін. Егер де сіздерге де пайдалы болса, біз қуаныштымыз. Ораза қабыл болсын.